Так. Құрметті студенттер, біз сендерменен төменгі қос венаны өтіп жатырмыз да. Төменгі қос венаға қандай веналар құяды, ол қалай жасалады, білеміз ғой да. Төменгі қос венаның өзі қай жерде жасалушы еді? Бірінші, екінші бел омыртқаның тұсында қандай веналардың құйылуы арқылы жасалушы еді содан? Да, оң жақ, сол жақ жалпы мүмкін веналарды. Мен қазір сендерге түсіндіремін, вот қақпа венасы қайдан жинайды, қалай бауырға барып тарамдалады, қалай бауырдан бауыр венасы арқылы шығып төмен қосық венаға құяды, и соны қазір түсіндіріп кетейін бауырдың құрылысына қатысты. Хорошо? Значит, төмен қос вена, енді бұл жайында біз ылғи да айтамыз сендерменен. Мынау жаңағы айтып отырған біздің оң жақ, сол жақ жалпы мықын веналарымыз да. Значит, мынау бізде бірінші, екінші бел омыртқасы болып тұр да. Екінші бел омыртқасының тұсы. Осы жерде төмен қос вена жасалды. Так, мына жерде жүрек сызып қояйық. Жүрекке барып қоямыз ғой қазір. Жүректің қай жағына қоюшы ек? Оң жақ жүрекшеге. Оң жақ жүрекшеге қоямыз да, дұрыс айтады. Так, сонда веналық қанды біз қайда қояйық деп тұрмыз? Оң жаққа да. Значит, оң жақ бізде веналық қан. Жүректің оң жақ бала венасында всегда веналық қан болады. Так, значит, мына жерде бізде не тұр? Көгет тұр да? Схема түрінде так покажем, көрсетеміз да. Значит, төмен қос вена омыртқа бағанасының тура алдыңғы жағыменен, алдыңғы оң жағымен, сол жағында қолқа ғой, іш қолқасы келе жатады. Сөйтіп ол көгеттен өтеді дағы. Әрине ол жүректің артымен барып мына жерден құяды, но бірақ сендерге түсінікті болу үшін мен былай көрсетіп қояйын да. Сөйтіп біз нені алып келдік бұл жерге? Көміршіл газын алып келдік, және қоректік заттарды алып келдік. Да? Қоректік заттарды біз қорытып қай жерден алушы ек? Дұрыс айтады, жіңішкешектің 12 шек, аш-шек бөлімдерінен алатығымыз да. Так, значит, төмен қос венаның өзіне құятын веналар сендер білесіңдер. Жұп веналар, это у нас бүйрек венасы, мына жерге бүйректі салып қояқ, бүйрек үсті безі да. Так, значит, бүйрек веналары кеп құяды. Бүйрек үсті безінің веналары келіп құяды. И мына жерде аналық жыныс без дейтін болсақ, жыныс бездері келіп құяды да. Так, мына жерде бізде бауыр. Бауырды салып қояйын былайынан. Әрине бауыр еді былай орналасып тұрады. Бауырдың арт жағымен еді ғой төмен қос венасы. Мына жерде бауырдың қақпасы бар. Вот осы жерден бізде қақпа венасы бауырға кіреді. Так, вот ана қақпа венасы. Ұзындығы қанша еді қақпа венасының? Так, түсініп тұрсыңдар да? Неше сантиметр? 5 сантиметр. Бұған құятын веналар қандай веналар? Көк бауыр венасы да, вот ана көк бауыр. Төменгі шажырқай венасы келіп құяды былайынан да. И жоғарғы шажырқай венасы келіп құяды. Ну, кей жағдайларда төменгі шажырқай венасы көк бауыр венасына құйып, сол и көк бауыр венасы алып барады. Ну, ол өзі де келіп құюы мүмкін. Так, енді қақпа венасы бауырға келеді дағы. Бауырдың өзі неше бөлімнен тұрушы еді? Оң жақ және сол жақ бөлімнен тұрады да. Әрбір бөлігінің өзі неден тұрады? Да, оң жағында, сол жағында қанша сегмент болады? Барлығы 8 сегмент да. Сегменттер неден тұрады? Бөлшектерден тұрады да. Енді біз қазір мынау қақпа венасы кіргеннен кейін бауырға қалай ол бауырдың ішінде бөлшектерге қалай барады, қалай тазаланады, соған керек. Ну, бауырдың бір бөлшегін сызып қояйын мен. Былай қарасаңдар, ол 6 қырлы фигураға ұқсайды да. Вот ана. Так, мына жерде орталық, бауырдың өзінің орталық венасы тұр. Да? Енді каждый бұрышына, бұрыштарға келеді қақпа венасының тармағы, артерия тамыры келеді да, и өт жинайтын, өт өзектері, өт түтіктері болады. Әрбір бұрышта біз үштік деп айтуға болады. Вена келді, вот ана, да? Так, артерия келді. Мен бір сызықпен сыза берейін да. Значит, артерия да келді, вена да келіп тұр. Лимфа тамыры ол шығады да. И сондай тамырлар әрбір бұрышқа келіп тұр.
мына жерде жаңағы лимфа тамырымызды былай көрсетіп қояйық да. Понятно, да? Так, вена тамырлар, жаңағы қақпа венасының тармақтары, олар келді. Мен былай қойып қояйын оны. И тағы не келеді? Артерия келеді, да? Артерия ол қоректік затпенен оттегін алып келді, да? Вот она. Так, мына жерде как радиальды былай күн сәулесі сияқты тарамдалып, бауырдың клеткалары тұр. Мен оны қарамен көрсете берейін сендерге. Бауыр клеткалары қалай аталушы еді? Гепатоцит. Да, гепатоциттеріміз. И мына жерде сол клеткаларымыз тұр деп есептейік. Так, осы клеткаларда жаңа қақпа венасынан келген қан не істелінеді? Тазаланады, синтезделеді, тазаланады, да? Тазаланаттағы ол барып құяды қайда? Орталық бауыр венасына келіп құяды. Әр қайсынан келіп, міне құйып жатыр. Мыналардың бәрінде тазаланып, былай да көрсетуге болады. Осыдан тазаланып шығып, бәрі келіп мында құйып жатыр. Понятно, да? Так, ал артерия ол каждый клеткамызға біздің оттегі мен қоректік заттарды әкелді, да? Олар мынаған беріп жатыр қоректік заттарды деп есептеп қояйық. Понятно, да? Потом бұл жерде зат алмасу жүреді дағы, зат алмасудың ақырғы заттары веналық қанға айналып, ол да қайда келіп құяды? Жаңағы орталық венаға келіп құяды, солай ғой? Сонда бауырдың өз венасы, өзінің жаңағы зат алмасу процесінен пайда болған ақырғы заттары, қақпа венасы алып келген қан бәрі тазаланып, орталық венаға келіп құйды. Ал мына клеткаларда, бауырдың клеткаларындағы дайындалған өт, ол қайда кетіп жатыр? Ол шығып жатыр, да? Ол шығып қайда кетті? Өт түтігіне кетті, өт түтігіменен. Значит, оны былай көрсетіп қояйық. Так, түсінікті, да? Мен былай көрсетіп қояйын, бүйтіп. Сөйтіп, бауырдың үштік жаңағы қақпа венасының тармағы, жалпы бауыр артериясының тармақтары и өт түтіктері осы бауырдың бөлшегінде, бауыр бөлшегіндегі тұрған клеткаларда тазаланып, синтезделіп, өт түтігіне кетті, артериямыз қоректендірді, қақпа венасы оны тазалап, орталық венаға келіп құйдық. Енді орталық вена, потом оны бауырдың каждый осы бөлшектерінен шығып, орталық веналар қайда келіп құяды? Бауыр венасына келіп құяды да, бауыр венасы оны әкеліп қайда қояды? Төменгі қос венаға құяды. Сөйтіп біздің жаңағы қақпа венасымен келген, тақ мүшелерден келген веналық қанымыз тазаланып, конце до концов төменгі қос венаға құйды ма? Құйды. Сонымен қатар төменгі қақпа венасы арқылы қоректік заттар да келді. Енді қақпа венасы оны қайда қойды? Мында келіп құйды, да? Так, оң жақ жүрекшеге келіп құйды. Енді біз жаңа қоректік заттарды қайда апарамыз? Жаңа оттегінді алып келдік, қоректік заттарды алып келдік. Оның бәрін біз қазір қарыншаға жібереміз, да, оң жақ қарыншаға. Оң жақ қарыншаға қалай өтеді? Жүрекше қарынша аралық тесік арқылы өтеді бұнда. Потом ол қайда өтеді? Өкпе сабауына. Өкпе сабауы оң жақ қарыншадан шығаттағы. Бірінші төстің сол жақ қыры, екінші қабырға аралықта ол екі өкпе артериясына бөлініп кетеді, да? Значит, бұлардың ішінде қандай қан келе жатқан? Веналық қан, өйткені жаңағы көмірқышқыл газына қаныққан веналық қанымыз келе жатыр. Сөйтіп өкпеге бараттағы өкпенің ацинстарында тазаланып, не істейді? Оттегін алып, ацинстардан көмірқышқыл газын беріп, да? Оттегін алып, қандай қанға айналады? Артериялық қанға айналады.
ол өкпе венасы арқылы қайда келеді? Мында келеді, да? Сол жақ жүргішіге келеді. Мына жақтан. Сонда қоректік затымыз да келе жатыр. Солай ғой? Оттегін алып алдық жөнен, енді қоректік заттармен оттегін үлкен қан айналым шеңберінің тамыры қолқа не істейді? Алып бүкіл мүшелерге таратады. Оны біз артерияны айтқанда айтып кеткенбіз. Түсінікті ойна сендерге. Мен сендерге түсіндіргім келгені, қалай бауырда тазаланып, жаңа қақпа венасымен келген қан, қалай бауыр арқылы төменгі қос венаға құйғанын көрсетейін деп талдап отырмын осыны. Значит, вот ана тазаланып қайда құйды? Төменгі қос венаға. Значит, оң жақтан 2, сол жақтан 2, 4 вена болып келіп та құяды да? Или оң жақтан 2, сол жақтан 1, 3 вена болып та келіп құюы мүмкін. Ну, енді мен пока оны 1 венамен көрсетіп отырмын, бірақ сендер білулерің керек, жалғыз вена емес екен, 2, немесе 3, немесе 4 вена болып төмен қос венаға құяды екен. Сөйтіп біз тағы мүшелердің қанының қалай тазаланып, қалай төмен қос венаға құйғанын көрдік. Әрине, қолқамен шығып, ол потом каждый клеткаға қоректік заттарды береді, потом зат алмасудың ақырғы заттары бар, бәрін потом бүйрек артериясы арқылы бүйрек алып келеді, так есеміз біз зәр түрінде сыртқа шығарамыз зат алмасудың ақырғы заттарын. Оны біз венаны өткенде де, артерияларды өткенде де талдап айтып кеткенбіз. Түсінікті ғой? Сұрақтарың бар ма? Түсінікті, да? Хорошо, түсінікті болса.